Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев өткен сенбі күні Бесқарағай ауданының тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесу барысында облыста атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар туралы айтылды. 2024 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 750 мың гектарды құрады. Бұл өткен жылғы деңгейде 100,6% құрайды. Агроөнеркәсіп субсидияға 17,5 миллиард теңге бөлінген. Оның ішінде 7 миллиард теңге беріліпті. Облыста 53,436 бизнес субъектісі жұмыс істейді. Оның ішінде 1237-сі Бесқарағай ауданында. 2026 жылға дейін 92 сумен жабдықтау нысаны қайта жаңғыртылады. 2026 жылға дейін облыста 800 шақырым жолды жөндеу жоспарлануда. Барлық жобалардың сапалы және уақытылы іске асырылуын үнемі қадағалап отыру қажет. Жұмыс менің жеке бақылауымда, деді әкім. Халықпен кездесуден кейін облыс әкімі азаматтарды жеке сұрақтар бойынша қабылдады. Барлық сұрақтарға толықтай жауап берілді. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев Бесқарағай ауданына жасаған жұмыс сапары аясында құрылыс алаңында болып әлеуметтік жобаларды іске асыру барысымен танысты. Аймақ басшысы аудандағы 16 орталығына арнайы ат басын бұрды. Бүгінде орталық 1 мен 18 жас аралығындағы 15 балаға қызмет көрсетеді. Балаларға ыңғайлы болу үшін тасымалдау ұйымдастырылған. Аймақ басшысы ауданға қарасты ауылдық округтерден мүмкіндігі шектеулі балаларды күндізгі бөлімге тасымалдауға арналған Инво такси автокөлігінің кілтін табыс етті. Нұрлан Уранхаевтың Бесқарағай ауданына жасаған сапар аясында Жетіжар ауылында шағын орталық ашылды. Орталық 20 балаға арналған. Орталық құрылысына аудандық бюджеттен 45 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл жолғы сессия бірлік жасампаздық өрлеу деген атпен өтті. Сессия жұмысына Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшелері, қоғамдық институттардың, этно-мәдени бірлестіктердің жетекшілері, ақсақалдар және аналар кеңесінің мүшелері қатысты. Сессия қазақ тілін дәріптеу, мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру және елдегі қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселесіне арналды. Аймақ басшысы Нұрлан Уранхаев Қазақстан Халық Ассамблеясының қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің қозғаушы күші ретінде маңызды рөлін атап өтті. Сессиясында Қазақстан Халқы Ассамблеясының жаңа мүшелеріне куәліктер мен төсбелгі табыс етілді. Айта кетейік, достық үйлері ассамблеяның негізгі бастамаларын іске асыру үшін жалпыұлттық интеграцияның қажетті алаңы мен сенімді базасы бола білді. Облыста осындай 5 достық үйі қалалар мен аудандарда Қазақстан Халық Ассамблеясының көптеген қоғамдық институттары жұмыс істейді. Жыл басынан бері олардың бастамаларымен 60 мыңнан аса адамды қамтыған 500-ден астам әлеуметтік маңызы бар іс-шаралары өтті. Ақсуат ауданы Жәндікей ауылында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған жаңа мәдениет үйінің салтанатты ашылуы өтті. Ашылу салтанатында лентаны қию құрмет орденінің иегері және ауданның құрметті азаматы Айгүл Дәуірбек қызына, сондай-ақ педагог Лиза Кәрім қызына берілді. Жаңа мәдениет үйі заманауи және қажетті жабдықтармен жабдықталған. Сағадат Нұрмағамбетовтың 100 жылдығына орай халықаралық айбын әскери патриоттық жастар жиыны өтті. Оған 6 мемлекеттен 700-ден аса жас сарбаз қатысты. Облыстың мектеп түлегі Олжас Самархан 750 қатысушының ішінде топ жарып, үздік жас сарбаз атанды. Олжас Шәкәрім атындағы көпбейінді номер 5-ші гимназияның биылғы түлегі. Ол Абай облысының Абай қырандары командасында өнер көрсетіп келеді. Жаңа Семей ауданы бойынша мемлекеттік жер қорындағы 2400 гектар жерде саяқ шегірткелерге қарсы өнуге жататын жер көлемі анықталды. Дәрілеу жұмыстарына 3 бірлік техника жұмылдырылды. 2024 жылдың 17 маусымы күні Озерки ауылдық округіне қарасты 350 гектар, 18-19 маусым күндері Приречный ауылдық округіне қарасты 400 гектар жер көлемі дәріленді. Бүгінде Көкентау ауылдық округіне қарасты 600 гектар жерді өңдеу басталды. Белгіленген кестеге сәйкес дәрілеу жұмыстары жалғасуда. Абай облыстық полиция департаменті басшысының орынбасары Шалқар Мұратұлы арнайы келіп, Мақаншы аудандық полиция бөлімінің басшысының уақытша міндетін атқарушы Олжас Ерғазұлын ресми таныстырды. Жиынға аудан әкімі Дәурен Бақытжанұлы бастап, аудандық құқық қорғау органдарының басшылары, аудандық мәслихат төрағасы, депутаттары қатысты.
Спорттық шара Абай Медиа Вег 2024 журналистер форумы аясында Абай облысы ішкі саясат басқармасының қолдауымен бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында ұйымдастырылды. Жарысқа 018, Семей ТВ, ТВК6, Менталист және Көкпекті Өскемен командалары қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша бас жүлдені Өскемен командасы иеленіп, оларға 250 мың теңге көлемінде ақшалай сыйақы мен арнайы кубок табыс етілді. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов полиция қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтады. 2024 жылы Семей қаласының аумағындағы криминогендік жағдай тұрақталып, қылмыстық оқиғалар 60% айтарлықтай төмендеді. Бұл қаламыздағы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге барлық күш-жігерін салып, қызмет атқарып келе жатқан тәртіп сақшыларының ерен еңбегінің жемісі деп білемін, деді қала әкімі. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.